Қолайлы мүмкіндік қиындықтар мен мәселелердің арасында жасырынып жатады. Альберт Эйнштейн. Қиындық көрмей байлық келмейді. Саиф Сараи. Өмірде кездесетін әр қиындықтың бір қуанышы болатынын ұмытпаған жөн. Ник Вуйчич. Қиындықта қол бергеннен асқан берік достық жоқ. Тоқсары. Егер айналасын ақымақтар жайламаса, ақылды адам көптеген қиындықтарға душар болар еді. Франсуа де Ларош-Фуко. Өмір маған ең маңызды сабағын берді. Сізді қиын жағдайда жалғыз қалдырған адамды кешіруге болмайды. Ол сізді тағы да алдауға дайын. Дональд Трамп. Біздің ең үлкен кемшілігіміз қиындыққа тез берілеміз. Сәттілікке деген ең дұрыс жол тағы да бір рет қадам жасап көру. Томас Эдисон. Проблемалар сені депрессияға емес, әрекет етуге итермелеуі керек. Бернард Шоу. Не жетеді нағыз досқа асылға, қуансаң да қайғырсаң да қасында. Қиналады сен қиналсаң болғаны, ұйықтамасаң ұйықтамайды ол дағы. Уильям Шекспир. Есек кез келген ауыртпалықтар мен қиындықты көтере алады. Ал оны қырсық деп өзіне табандылық пен шыдамдылық жетпейтін адамдар айтады. Леонардо да Винчи. Қиындықты сен жеңбесең, қиындық сені жеңеді. Мырзатай Жолдасбеков. Кімнің ісі жүріп тұрса, достары мың, қиналысқа түссе айналасы шөл. Сенека. Барлық жағынан жағымды, позитивті, жақсы болып көрінетін адамның өзінде, өмірінде сәтсіздіктер мен қиындықтар, проблемалар болуы мүмкін. Демек бұл салдары. Ал себеп мынада, ол белгілі бір уақытта жаратушының заңдылықтарын дұрыс түсінбеді немесе дұрыс қолданбады. Нарша Булгакбаев. Жаратушының заңдылықтары адамға әдейі еш зияндық тигізе алмайды. Бірақ оның әрекет ету принципін түсінбесеңіз, сіз қанша мейірімді, жақсы және адал адам болсаңыз да, қиындық пен қателіктерге тап болуыңыз мүмкін. Нарша Булгакбаев. Біздің өміріміздегі барлық қиындықтар, күнәлар мен қателіктер не үшін болады? Өйткені біз оларды надандық пен білместіктің салдарынан өз еркімізбен сұрап не тілеп аламыз. Ешкім күнәға әдейі бармайды. Ол тек шарасыздық пен ішкі күйзелістен. Кейде мұны түсіну өте қиын болуы мүмкін. Бірақ бұл рас. Дұға тілек, терең ішкі қалау, бұл көпшілігіміз ойлағаннан да әлде қайда күшті күш. Біз бір нәрсені қатты қалаймыз, және біздің қалауымыздың қарқындылығы оның жүзеге асырылуын тездетеді. Сондықтан бар бәле де бақтан, ниет пен қалаудан басталады. Нарша Булгакбаев. Қазіргі қоғам әрекетсіз әрекет жасауды жақсы көреді. Бұндай амалдың жаулары да бар. Ал негізінен сіз әрекетсіз де әрекет жасауға болатынын білесіз бе? Сіз бірінші қалаған өміріңізді миыңызда қалыптастырасыз. Сосын ол өмір шындығына айналады. Ал көптеген адамдар керісінше жасайды. Олар бірінші әрекет етеді немесе қалағанына қол жеткізеді. Бірақ артынан қателіктерге, қиындықтарға ұрынып, өкініп жатады. Неге? Себебі о баста олардың миы дұрыс таңдау жасап, шешім қабылдаған жоқ. Ал оған кінәлі адамның қате бұрыс, жалған сенімі мен түсінігі өмірлік ұстанымы. Нарша Булгакбаев. Қиын сәтте тізгініңді босатпай, шапшаң да шебер қимылда. Бауыржан Момышұлы. Достарды екі топқа бөліп қарастыруға болады. Біріншісі, белгілі бір уақыт қана сіздің өміріңіздің қонағы болса, екіншісі, қандай қиындық туса да қасыңыздан кетпейтін жандар. Оларды бағалай білу керек.
өйткені олар өмір бойы сіздің қасыңызда болады. Агата Кристи. Мен басымнан өткерген қиыншылықтарға мойымаймын. Эрнест Хемингуэйдің сөзіне сенер болсақ, жазушының ең керемет күндері қиындыққа кез болған күндері. Сергей Довлатов. Еңбек етіп, табысқа жету қиындығын көрмеген адамда қайыр жоқ. Абдуллах ибн әл-Мубарак. Алла тағаланың әр ісімізді және әр ойымызды білетінін ұмытпауымыз керек. Адамдар бір-бірінің тек сыртын көреді. Алла болса сыртын да ішін де көреді. Осыны қаперде ұстаған жанның істері мен ойлары әдепті болады. Имам Ғазали. Әй нәпсім, артынан тәубе етем және жақсы істер жасаймын десең, ажал одан бұрын жетуі мүмкін. Өкініп қаласың. Ертең тәубе етуді бүгін тәубе етуден жеңіл деп ойласаң, алданғаның. Имам Ғазали.